Коронавирус індеті пайда болғалы бері әлеуметтік желілерде чеснок жайлы мәліметтер өте кең тарады. Вирустан қорғайды екен, және біздің ағзамызға пайдасы өте зор екен деп. Бұны көрген халық қарсы көрсеткіштеріне қарамай, күнделікті жейтін тамағының қатарына бірден қосты. Бұл қаншалықты дұрыс? Вирустан қорғайды ма? Біздің ағзамызға қандай пайдасы бар? Кімге жеуге болады және кімге жеуге болмайды деген сұрақтарды талқылайық. Алдымен бастамас бұрын видеоның астында подписаться деген батырманы басып қойыңыздар. Чесноктың пайдасын түсіну үшін алдымен химиялық құрамынан бастайық. Құрамында аллицин деген зат болады. Аллицин біз чеснокты тураған кезде, шайнаған кезде, теркадан өткізген кезде, езіп немесе мыжған кезде аллеин мен аллеиназ екеуі бірігіп аллицин пайда болады. Аллицин өткір иісі бар, ашты дәмі бар, сұйық мөлдір зат. Яғни бар пайдасы осы аллицинда жатыр. Егер де біз үшке бөліп, оны шайнауға жиіркеніп, сол күйінде жұтастық, чесноктан ешқандай пайда болмайды. Чесноктың пайдасы жайлы тоқтала кетсек, жүрек қан тамыр жүйесіне пайдасы өте зор екен. Қанның құрамында холестеринді азайтады. Холестерин бізде екіге бөлінеді: тығыздығы төмен липопротеидтер және тығыздығы жоғары липопротеидтер деп. Тығыздығы төмен липопротеидтердің әсерінен атеросклероз пайда болады. Ол артынан инфаркт және инсульт ауруларын алып келеді. Яғни бұл жаман холестерин. Ал тығыздығы жоғары липопротеид дегеніміз бұл жақсы холестерин. Қанның құрамындағы тығыздығы төмен липопротеидтерді және басқа да майларды сыртқа шығарады. Ал аллицин болса, тығыздығы төмен, яғни жаман холестеринді азайтып, тығыздығы жоғары, жақсы холестеринді көбейтеді. Және тромб түзілуінің алдын алады. Және қанды сұйылтады. Осындай жүрек қан тамыр жүйесіне пайдасы бар. Ал егер де чеснок қанның құрамында холестеринді азайтады екен деп майлы тамақ жесек, қан қысымын төмендетеді екен деп тұзды тамақ жесек, чесноктан ешқандай пайда болмайды. Және де қан қысымы төмен адамдарға жеуге болмайды. Келесі, қант диабетіне пайдасы бар. Біздің ағзамызға түскен қанттың, яғни глюкозаны сіңірілуін жақсартады. Асқазан ішек жолына да пайдасы бар. Ішектің перистальтикасын жақсартады. Іш қату, іш кебудің алдын алады. Бірақ диарея, іш өту кезінде чеснок жеуге болмайды. Және де қатерлі ісіктің алдын алатын әсері бар. Бірақ қатерлі ісікті емдемейді. Бұл канцерогенді процесс дейміз, яғни қатерлі ісік жасушаларының пайда болуы. Осы қатерлі ісік жасушаларының пайда болуын тежейді бұл. Келесі пайдасы бактерияға қарсы, саңырауқұлаққа қарсы, вирусқа қарсы әсері бар. Осыған байланысты әлеуметтік желілерде коронавирустың алдын алу үшін чеснок жеңіздер деп жатыр. Чеснок вирусқа да, бактерияға да, саңырауқұлаққа да әсер етеді. Бірақ ағзамызда бактерия, вирусты жою үшін біз күнделікті жейтін чесноктың дозасы жеткіліксіз болады. Ағзамызда вирусты жою үшін біз чеснокты күнде килограмдап жеуіміз керек. Егер де олай жесек, біз уланып қаламыз ғой. Ал күнделікті жейтін чесногымыз чесноктың үш бөлшегі болуы мүмкін. Бұл үш бөлшегі тек қана вирустың көбеюін кішкене тежейтін ғана, аздап тежейтін ғана әсер ете алады. Және де аллициннің ерекшелігі қанымызға түскеннен кейін бірнеше минуттан кейін жоқ болып кетеді. Келесі, қарсы көрсеткіштеріне тоқталайық. Яғни кімге жеуге болмайды. Бауыр ауыратын кісілерге, бүйрегі ауыратын кісілерге, қан қысымы төмен кісілерге, жүкті әйелдерге, емізетін әйелдерге және қанды сұйылтатын әсері болғандықтан жоспарлы түрде операция жасататын кісілерге жеуге болмайды. Ал енді чеснокпен дайындалатын рецепттерді алу үшін төменгі сілтемеге өтіп, менің телеграм каналымнан жүктеп алуларыңызға болады.